Сәлем достар, біз бүгін 5-ші сыныптың жаратылыстану пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Бізде тақырып тірі және өлі табиғаттағы үдерістер, энергия және қозғалыс бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Біз бүгін 2-ші нұсқаны талдаймыз. Достар, біздің видеоны көрмес бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бірінші, оқудың мақсаты. Өлі табиғатта болатын үдерістерді атау, яғни табиғатта заттардың айналымы, тау түзілу, үгілу, климаттық үдерістер жатады. Фотосинтездің жүруі үшін қажетті жағдайларын зерттеу, энергия түрлерін ажырату және жылулық ұлғаюды сипаттайды. Бағалау критерийі білім алушы бұл өлі табиғаттағы үдерістерді анықтайды, фотосинтез үдерісіне қажетті жағдайларды зерттейді, энергия түрлерінің ерекшеліктеріне қарайла салыстырады және жылулық ұлғаюды сипаттайды. Ойлау дағдыларының деңгейі. Бұл бізде білу, түсіну және қолдану. Орындау уақыты 20 минут. Бізде бірінші тапсырма берілген, яғни осы бірінші тапсырмада заттардың табиғаттағы түрленуінің және қозғалуының азы көптеп қайталанатын процесі. Бізде 3 нұсқа берілген. Бірінші нұсқа табиғаттағы су айналымы, екінші геологиялық зат айналымы және үшінші табиғаттағы зат айналымы. Бізде дұрыс болады А варианты табиғаттағы су айналымы. Екінші тапсырма. Бізде суреттер көрсетілген және схема. Бізде екінші тапсырма сұрақты оқимыз. Тірі ағзалардың құрылымдық деңгейлерін берілген суреттермен сәйкестендіріңіз. Яғни сәйкестендіру. Бізде бірінші жүрек, жасуша және адамның суреті көрсетілген, яғни ішкі тамырлары барлығы көрсетілген. Біз бірінші жасушалы, бізде бұл екінші В варианты. Жақындатып қоямыз. Ағзалық, бұл бізде С ағза. Біздің полный ағзамыз көрсетіліп тұр бұл жерде адамның суретінде. Бұл 3D, яғни 3D суретте адамның полный мүшесі, тамырлары барлығы көрсетілген, яғни ағзалық бұл С. Бізде үшінші жүрек. Бұл мүшелік, яғни адамның 2 мүшесінің бірі бұл жүрек, сондықтан бұл мүшелікке жатады. Үшінші тапсырмаға тоқталамыз. Бізде суретте В әрпімен берілген затты анықтаңыз дейді. Яғни бізде суретте күнбағыс гүлі көрсетілген. Бұл жерде А, В, С, Т, Е көрсетілген. Яғни осы арқылы В әрпімен берілген затты анықтаңыз дейді. Яғни бізде А бұл күн, В көміршіл газы, С су, яғни топыраққа су өтеді. Б көміршіл оттегі шығады. Яғни бізде жауабы болады оттегі глюкоза. Яғни бізде шығады бұл көміршіл газы шығады. Бізде келесі сұрақ. Үдерістер мен заттарды сәйкестендіріп, дұрыс жауаптарды ұяшықтарға қойыңыз дейді. Бізде көміршіл газ сіңіріледі, бөлініп шығады немесе түзіледі, бұл су. Яғни біз жерде көрсетілген оттек, көміршіл газы, су, глюкоза. Яғни көміршіл газ сіңіріледі, бөлініп шығады, су. Глюкоза сіңіріледі, яғни мына жерге жазып қоямыз. Қазір глюкоза бөліп шығады, оттегі. Оттегі шығады. Төртінші тапсырма бұл бізде төртінші тапсырмада кесте берілген. Яғни тұжырымдарды ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыз дейді. Бізде 4 тұжырым көрсетілген және ақиқат немесе жалған екенін жазамыз. Бізде біріншісі бұл жүгіріп келе жатқан қоян механикалық энергияға мысал дейді. Яғни бұл жүгіріп кеткен қоян бұл ақиқат болады. Жұлдыздар электр энергиясының көзі, бұл жалған. Тұрақтағы автокөлік механикалық энергияға мысал болды, жалған. Төртінші табиғи газ немесе химиялық энергияның көзі, бұл ақиқат.
Бұл тапсырма өте оңай, өздеріңіз жауап бере аласыздар деп ойлаймын. Өйткені ең оңай тапсырманың бірі мен көрген. Бізде келесі тапсырма, бізде бұл ең соңғы тапсырма екен. Бізде 5-ші тапсырмаға келдік. Сұрақ: суреттегі жағдай мен осы жағдайда мүмкін болатын термометр көрсетуі арасындағы сәйкестікті орнатыңыз дейді. Бізде А, В, С деген 3 термометр көрсетілген. Яғни үшеуі 3 түрлі сәйкестікті көрсетіп тұр. Мысалы, соны біз сәйкестендіруіміз қажет. Бізде бұл сәйкестендіреміз, яғни бұл жерде көрсетілген 40, 20, 25 дейді. Яғни бізде А термометр біз қараймыз, былай қарасақ 20 мен 30 арасында тұр А термометр. Яғни бізде болады бұл 25 градус. В бізде екінші, бұл 30-40-қа жетіп тұр, яғни ең соңғысы 40-қа, В 40 градус болады. С бұл 20-ға жетіп тұр термометр, яғни 20 градусты көрсетіп тұр. Яғни бұл да өте оңай сұрақтардың бірі. Бұны да қателеспей жауап береді деп ойлаймын. Достар, біздің осы видеомыз ұнаса, бізге тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Келесі видеоларда да сіздерге пайдалы видео шығарып, БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын уақытында шығарып отырмыз. Сау болыңыздар.